халқына тұрмысы нашар кедей оқушыларға көмектесу, оқуына қаражат беру, ел ішіне газет журналдар алдырып, кітапханалар ашу, оған хат білетін адамдарды тарту, ақын жазушылардың шығармаларын бастыру міндеттерін қояды. Серіктіктің мақсаты ақынның шоң серіктігін ашады. Шоң серіктігі туралы көпке естіген баяндаманың басы, бұл баяндаманың арты мынадай сөздермен тынады деген өлеңдерде айтылған. Алайда не шоң серіктігіне, не өзінің оқуына қаражат. Торайғыров ақын, публицист, ағартушы, қоғам қайраткері. Ол 1993 жылдың 28 қазан күні Шоқан Уәлиханов ауданында дүниеге келген. Ол 1920 жылы дүниеден өткен, және де оның жалпы өмірбаяны 27 жас. 27 жасы аралығында қаншама еңбектері сіңіріп өткен. Сұлтан Махмұт Тойғыров дегеніміз ағартушы, ақын және қоғам қайраткері болған. 1893 жылдың Шоқан Уәлиханов ауданында дүниеге келген. Ол өкпе ауруымен ауырып 1920 жылы дүниеден озған. Оның дін, кітап және оқылған не мақсат деген кітаптар бар. Жаман адам мен надан адамның айырмашылығы қандай? Жаман адам мейірімсіз, адал емес, қамқор емес, көмектеспей жүретін адамды айтамыз. Ол адам нағыз надандық адам. Жақсы адам деген білімді, сабақты жақсы оқу, адамдарға көмектесу деп айтамыз. Жақсы адам. Жақсы адам дегеніміз ол басқаларға көмектесетін өте мейірімді, сауатты адам. Ол өз өмірі үшін талпынып, кітап оқитын білімді адам. Жаман адам деген сабақты жақсы оқымайды, талпыныс жоқ, өте өмірден нашар адам. Жаман адам дегеніміз ол тек өз қағабасын ойлайтын адам. Жақсы адам жақсымын деп айта алмайды, жаман адам жақсымын деп айқайлайды. Яғни бұл жерде жақсы адам басы істеп, өйтіп әркімге айта бермейді, жаман адам өзінше сөйлей береді. Мен балаң жарық күнде сәуле қуған, алуға күнді барып белгі буған. Сөзінің түпкі негізгі идеясы қандай? Адамның өзінде адамгершілік және еңбекқорлық деген нәрселер болу керек. Адамда тәкаппарлық деген нәрсе жоқ. Тәкаппарлық деген? Өзін дамыту керек. Дұрыс. Бұл жаттаудың негізгі идеясы адамгершілік, тәкаппар болмау керек, еңбекшілік, мәдениетті, сауаттылық деген сияқты. Бұл өлеңнің негізгі идеясында, е? Ақынның идеясы бұл жерде надан адам болмау керек. Жаман адам болмау керек. Жақсы. Мәтіннің негізгі идеясы Өлеңнің, е? Не дейді? Адамгершілікті болу және жаман адам болмау керек екенін үйретеді. Бұл сөзінде жаман адам, бұл өмірде надан адам болмау керек, жақсы адам. Қандай ол надан адам деген? Қандай адам? Жаман адам деп. Кімді айтамыз? Жаман адам деп сабақ оқымайтын деп ойлайсың. Мержан, толықтырамыз. Өмірде жаман адам болмау керек. Және де сабақ оқып жүру керек. Болды ма? Осымен толықтырамыз ба? Толықтыратын жоқ па? Тірі болу мен адам болу ұғымдарын қалай түсінесіңдер? Тірі болып ғылым іздеймін. Ал надан болып өткенше өлгенім артық. Тірі болу дегеніміз ол мен өз ұрпағыма жиһанымды қалдырып, білімімді қалдырып кетемін. Ал өзім надан болсам, көрде жатқаным жақсы емес пе? Адам болу дегеніміз ол адамның өз еңбегімен талпынып өмір сүруі. Адам болу дегеніміз өз қолымен еңбек етіп және де өзінің ойымен ғана жұмыс істеу керек. Адам боламын, оқып білім іздеу. Адам болу өз бетінше іздену. Бұл Торайғыровтың өзекті мәселесінде адам жақсы болу керек. Жақсы жолға түссек, осы жаман жолға түспей, жақсы болып, осы мемлекетімізді құрмай аламыз. Сұлтан Махмұт
Торайғыровтың сөзі, яғни өлең шумақтары өте мәнді. Ол қазіргі ортада өзекті мәселе болып жатыр. Яғни жақсы мен жаман адам, жақсы адам өмірге деген қызығушылығы ояу адам. Ол адам яғни өз мемлекетінде дамып қорғай. Керемет. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың бұл өлеңінде ол қазіргі өзекті мәселе өйткені жақсы адамдардан жақсы іс дүниеге алып келеді. Жаман адамдардың артынан жүрмеу керек. Ол қанша жақсы болса да.